Янтнын 31-нде Кырымлылар Киевде рейберді. Тахминен 4500 бинден зияде Кырымлылар Қыта Украинаға рейбермек үшін шықты. Киевде ватандашларымыз артақа алмады, әке қадын, әке тата қардаш, ой сайлав ақынен насыл құланғанларыны невбетті келіп хамызда сейір атаныз. Конун ортасында эки тата кардаш өз сайлав бөлігіне келелер. Сайлавларға махсус Кырымдан келділер ве Киевде өз сечімні yapmaға қарар алдылар. Президент сайлавларында рей бермек бойын боржы деп саялар. Бұл сайлавлар біріншіден о менің ақым, екіншіден мен пик істейім адалет ве ақиқат тікленгені ве пик істейім Украина devletінің күчлі президенті болғаны ве шымды менің елімден аз olsa da ama bir rey vermege күчлі президентке düşüncem var edi ve onun için maksus geldim. Менің халқыма келешегі бұл Украина мемлекетіне бағылы. Onun için de беріледім. Менің сесім де бір сес зиядеже olsa біле, бұл сес керек маңа yapmaға шу сесін менің миллетім де еңсін деп. Сайлавлардан огуне да сайлав ернін деңештіру ваққында кәғыт алмақ керек еді. Біз рұқсет алмақ үшін 5 saatten ziyade nöbette durduk ve bizge berdiler öyle bir открепительный talon kayda saylamağa mümkün. 5 saatine da hiç yanmadık. Ақымызын kullanmağa istedik. Тахминен 4,5 бинден зеде Кырым сакені Қыта Украинада қайд етілді. 1,5 бин Кырым сакені Киевде рей бережек. Рей бермек үшін ең çok сайланылған бөлгілер арасында Киев ве Херсон вилейтлері. Бұл ерде 535 ве 340 Кырым сакені рей бережек. Алия Усейнова ве Зурия Умерова рей берген бөлікте истисна дегіл. Станом на теперішній час. Шымдыге вақытқа көре бізім бөлігімізде Кырым Мұхтар Жұмхуретінден көчіп келген 7 кіші рей берді. Олар мақсус кәғытқа көре сайлав еріні деңіштіріп рей берді. Мен пек қуанам, мемнунum, onun için de мен бүгін сесім бердім, мен пек бақтылым. Өз сечімні yapıp, Аленин Зоре мемнунетлікнен сайлав бөлігінден чықалар. Имран Усейнов, Игорь Каркадим, UATV.